Менің атым Иманғали. Менің атым Хадиса. Балалар, бүгін біз не тәжірибе жасаймыз? Кола мен чипсы. Балалар, ол кола мен чипсиміз адам ағзасына қандай зиян келтіретінін іс жүзінде тәжірибе жасаймыз. Ол үшін бізге балалар жұмыртқа, кола, су керек. Жұмыртқаның түсі қандай балалар? Ақ. Хадиша, ала қой. Иманғали балам, ала қой. Стаканға саламыз. Енді балалар, үшінші стаканға біз нені саламыз? Шеге. Топ басқан шегені стаканға саламыз. Коланы ашамыз, жайлап құямыз. Өйткені газы көтеріліп кетеді. Екінші шегеге құямыз. Ал балалар, жұмыртқа мен шегеге біз коланы құйдық. Енді Хадиша, су құямыз. Қараңдаршы, біз бір жұмыртқаға су құйдық. Екінші жұмыртқамызға не құйдық? Кола құйдық. Ал үшінші стаканымызға біз не салдық? Шеге салдық, балалар. Бірінші тәжірибеміз дайын болғанша, балалар, біз бұны бірнеше минутқа қойып қоямыз. Ал балалар, екінші тәжірибеміз бізде кола керек. Бұл сусын газдалған. Екінші бұл жай ішетін су. Бұл газдалмаған. Екеуінің айырмашылығын қазір біз тәжірибе ретінде байқап көреміз. Менің қолымдағы балалар шар. Солай ма? Шарды баклажкаға кигіземіз. Ал балалар, енді Хадиша, сен коланы шайқа. Иманғали, сен суды шайқа. Енді қояшы. Балалар, бұдан шығатын қорытынды қараңдаршы. Бізде газдалған кола сусынымызда балалар шарымыз үлкен болды ма? Ал екінші бізде суымызда шарымыз кішкентай, үлкен болмады. Бұл қорытынды балалар. Қараңдаршы, коланы біз ішсек, ағзамызға қалай әсер етеді? Коланы ішсек, тісіміз не болады екен? Тістеріміз қарайып, ішіміз ауырады екен, балалар? Ал балалар, үшінші тәжірибеміз менің қолымда ақ қағаз. Алдымызда қоямыз. Ал мынау бізде чипси. Чипсиді ақ қағаздың бетіне саламыз. Сала ойында қолдар. Енді балалар, екінші бетін ақ қағазбен табамыз. Енді ашамыз. Балалар, біздің ақ парағымызды қараңдаршы, қандай болды? Май болды, Өйткені көрдіңдер ма, чипсиді жесек, біздің асқазанымыз ауырады екен. Жарайсыңдар. Балалар, біздің бірінші жасаған тәжірибеміз дайын болды ба? Көреміз бе? Қане ол үшін қолымызда қасықты аламыз. Жұмыртқаны алып көрші, түсі қандай? Ақ, түсі өзгерген ба? Өзгермеген, Иманғали, алып көрші жұмыртқаны. Жұмыртқаның түсі өзгерген ба? Жұмыртқамыздың түсі өзгерген, қоңырлау болған. Бұдан шығатын қорытындымыз, біз коланы ішсек, асқазанымыз осылай біздің ауырады екен. Енді біздің үшінші тәжірибеге не салдық? Үшінші стаканымызға шеге салдық, қазір бұны да көреміз. Балалар, қараңдаршы, біздің шегеміз, тот басқан шегеміз балалар, ақ болды, жарайсыңдар. Балалар, бұдан шығатын қорытынды бізде кола мен чипси балалар ағзамызға зиян етеді. Ал сендер достарыңа не айтасыңдар? Достар, сендермен коланы ішуге болмайды.